Кореяда бір кішігірім мектепте белгілі бір кабинетте қайтыс болған қыз жайында аңыз бар. Барлығы оны әруақ сол кабинетке кірген мұғалімнің артынан қуады дегенге сенген. Жыл сайын мұғалімдер әртүрлі себептермен жұмыстан шығып кететін. Бір күні оқушылар осы болған оқиғаларды жаңадан келген ұстазға айтып береді. Ол күліп аруақтардың болмайтынын және оларға сенбейтінін айтады. Оқушылар ол әңгімелерін айтуын тоқтатпады, өйткені мұғалімнің ығырын шығарды. Мұғалім оқушылармен бәстеседі. Ол бір түн осында қонып, барлығына әруақ жоқ екенін дәлелдеймін дейді. Енді міне мұғалім жалғыз өзі кабинетте қалады және ұйықтай алмай қояды. Жалғыз өзі бөлмеде отырғаннан кейін оның бойын үрей билей бастайды. Мұғалім орнынан тұрып үрейден арылу үшін бірдеңе жасамақшы болады. Ол қабырғада ілініп тұрған айнадан өзінің бейнесін көріп, сәл билеп алып шаршағаннан кейін тез ұйықтап қаламын деп ойлайды. Расында қатты шаршап, биден кейін ол ұйықтап қалады. Таңертең болған оқиғаны оқушыларға айтып береді. Оқушылар ұстазына таңырқай қарап, бірақ ұстаз, біздің бірде-бір кабинетімізде айна жоқ қой